Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін сіздермен 42, 43, 44 беттегі жаттығулар жасайтын боламыз. Page number 42, exercises from 1 to 5. Бірден 5-ші жаттығуға дейін бізде 42 беттегі тапсырмалар міне көріп тұрсыздар алдарыңызда. Не түрі сурет тұр, негізі білмеймін именно осы Айсопен 1-дің 5-ші сыныптың кітабында 2-3 түрлі болып кеткен ба. Менде, например, мына жерде 7 сурет тұр. Сіздер кітаптарыңыздан анық қараңыздар. Кейбіреуінде 8 сурет болады, кейбіреуінде мынау сандар тұр ғой менде. Сол сандар әркімде әр 2 түрлі, 3 түрлі кітаптарда сандар әртүрлі болып кеткен, дұрыс сәйкес келмейді да меніңкімен. Сондықтан нағыз суреттерге қарап жазыңыздар, қараңыздар. Мысал үшін, бірінші суретте менде police officer, біреулерде осы жерде фермер тұруы мүмкін, немесе dentist тұруы мүмкін деген секілді. Сондықтан суретке жақсылап қараңыздар. Ал менде мына жерде бірінші суретте police officer, екіншісінде cleaner тұр, үшіншісінде nurse тұр, төртіншісінде shop assistant тұр, 5-те tour guide тұр, 6-да доктор тұр, 7-де фермер тұр. Яғни менде 8 сурет емес, 7 сурет тұр. Кейбір жерлерде dentist болуы мүмкін, тағы да бір басқа мамандық болуы мүмкін, солай қосып жіберген. Кеттік екінші жаттығуда. Clara's father, Clara's mother. Жалпы екінші жаттығуда былай деген ғой, не туралы айтылған деген секілді ше. Клараның әкесі туралы, Клараның анасы туралы, және Люкстың ата-анасымен жұмыс туралы айтылғанына жерде диалог тұр ғой. Міне екіншісінде бізде listening тұр. Сол listeningді сіздер тыңдау керексіздер. Сол тыңдаған кезде екі адам мына жерде кім Клара мен Люк екеуі сөйлескен, сол екеуі не туралы сөйлескен деген сұрақ қойылған. Сөйлескен тақырыптары осы. Ал енді үшінші жаттығуда бізде не болу керек? Не дейтін еді? Екі нұсқа, сол екі нұсқаның қайсысы дұрыс екен? Ол тоже сол диалогты тыңдаған кезде тоже сол диалогта айтылады. Біріншісінде Б болады, tour guide. Екіншісінде де Б болады. Ол жерде енді нақты нанша деген сан айтылмаған, бірақ енді екеуі сөйлескен кезде, жалпы папаң не істейді деген кезде, тур гайдта ол Жапонияда оқыды деді. Бірінші Жапонияда оқыса, ол бізде жапон тілін білет деген сөз. Бір тіл кетті. Одан кейін бар, қыздың өзі негізі ағылшынша сөйлеп тұр. Сол ағылшынша тіл кіреді, ол да екінші тіл. Ал сөйлескен кезде жаңағы listeningде Френч пен Испания тілін біледі деп айтқан. Екі тіл білетін болса, Жапонияда оқыған болса университетте Жапониямен бірге үшінші тіл, және ағылшын тілмен бірге 4 тіл. Яғни 4 тіл болады деген дұрыс жауап болу менде, менің нұсқам бойынша. Үшінші a hotel cleaner, мамасы cleaner болып жұмыс жасайды. Төртіншісінде nurse деп айтады папасы да. Негізі nurse деген, білмеймін, диалогта солай, менің папам nurse болып жұмыс жасайды деген, бірақ nurse дегеннің мағынасы медбике ғой, в основном әйел адамдарды айтылады. Бірақ ладно, бесіншісі different places, яғни әкең мен анаң бір жерде жұмыс жасай ма дегенде жоқ, әр жерде деген. Алтыншысында бізде сұрақ қойған, енді сен өзің не жұмыс жасайтынын білесің ба деп, бір-біріне не жұмыс жасаған келеді деген. Сонда Люк айтады, бірінші басқа мамандықты жақсы көреді, негізі білмеймін алдағы уақытта не істейтінімді деген. Ал қыз тоже мен де білмеймін деп айтқан диалогта, listeningде. Төртінші жаттығуда my father, my mother. Осы жерде сіздер өздеріңіз ауыстырсаңыздар болады. Өзіңнің ата-анаң, өзіңнің жаңағыдай қалауың, кім болғың келеді, сол туралы жаз деген да. Менің әкем механик, менің мамам мұғалім, менің әпкем студент, немесе сіңілім студент деп жазылды. Жаңағыдай I want to be a nurse or maybe a doctor. Осы жерде мысалы сіздер ауыстырсаңыздар болады басқа мамандыққа. Сіз қандай мамандықты жақсы көресіз, кім болғыңыз келеді дегенге. Бесінші жаттығуда бізде не дейтін еді? Сұрақ жауап.
диалог арқылы. 43-ші беттегі 1-ден 8-ге дейінгі жаттығу. Бұл жерде бізде past simple'дың ережесі бойынша болады екен. Қараңыздар, past simple'де бізде бірінші жаттығуда көп нүкте тұр, 1 және 2-де. Біріншісінде went, 2-де дейтін болады. Екінші жаттығуда өткен шақта бізде work деген сөзге ed жалғанады. Work it, arrive it, show it, walk it, clean it. Енді үшінші жаттығуда бізде сөйлем болымсыз түрде жазу керек. Мысал үшін, we жаңағыдай жазылды ғой бірінші сөйлемде. Екінші жаттығуда we worked in the garden because it was raining. Жаңа тақырып басқаша болған негізі. Енді біз дәл соны не істейміз? Әртүрлі тақырыппен бірақ дейтінді қосып жазуымыз керек. Жалпы жауабы осы тоқтатып жазып алсаңыз болады. 4-ші жаттығудың жауабы 1-ден 5-ге дейін осы. 5-ші жаттығудың жауабы ago дегеніміз бұрын деген мағына. It was a small fishing village 100 years ago. Бұл балық, кішігірім балық ауылы болатын 100 жыл бұрын деген мағына. 6-ші жаттығу 43-ші бетте біз ago'ды қолданып сөйлем жазуымыз керек. The train arrived 5 minutes ago. Жаңағы пойыз 5 минут бұрын келді, қайтып оралды деген мағына. Leonardo painted the Mona Lisa about 500 years ago. Леонардо да Винчи 500 жыл бұрын Мона Лизаның суретін салды дейді. I finished my project a week ago. Мен проектімді бір апта бұрын аяқтадым. We watched that film a month ago. Бір ай бұрын бұл киноны көргенбіз. 7-ші жаттығудың жауабы осы болады. 1-ден 5-ге дейін тоқтатып жазып алыңыздар. Барлығы сол past simple туралы ғой. Өткен шақ туралы. 8-ші жаттығуда I started playing the piano 2 years ago. I started playing the guitar 2 years ago too. Мен пианино ойнауды 2 жыл бұрын бастадым. Биде 2 адамның диалекті ғой бұл жерде де. Мен де 2 жыл бұрын бастадым. Одан кейін I watched news 3 hours ago. 3 сағат бұрын мен бұл нені жаңалықты көрдім. Шынымен ба, мен бұны 1 сағат бұрын көрдім. Мен досыммен 1 минут бұрын жаңағыдай сообщение жазыстым. Мен бірнеше секунд бұрын жазыстым. I learned to walk about 1 year ago. Мен, бұның мағынасындай ғой, қалай айтатын еді? Жалпы жүруді мен 1 жасымда бастағанмын дейді. Сәби кезіндегі жүруді айтып жатыр да. Бала туылғаннан кейін бар, 1 жасында жүріп бастайды, осыны айтып жатыр. 1 жасымда жаңағыдай бастағанмын деген секілді. Same here, бірде екенбіз, мен де сол уақытта жүріп бастағанмын. We moved to our house 5 years ago дейді. Бұл киноны біз 5 жыл бұрын көргенбіз, біз 3 жыл бұрын көргенбіз дейді. 44-ші беттегі 1-ден 7-ге дейінгі жаттығу тез жазып кетейін. 1-ші жаттығудың жауабы бізде 1-ші жаттығу мен 2-ші жаттығудың жауабы 1 болады. Өйткені 2-ші жаттығуда бізде тыңдалым, listening бар, соны қосады сіздерге, соны жауаптарын біз 1-ші жаттығуға жазуымыз керек. 3 сұрақ қойылған. She's from Beijing in China. It's probably gymnastics. I think it's a difficult sport болады. 3-ші жаттығудың жауабы ретімен, яғни 1, 2, 3, 4 деп жазылған ретті бар ғой, сол дұрыс еместі. Сол реті бойынша бірінші сөйлем 5-тегі болу керек, одан кейін 4-тегі, одан кейін 6-дағы, 3-тегі, 1-дегі, 2-дегі реттілігі бойынша. 4-ші жаттығудың жауабы осы 1-ден 6-ға дейін тоқтатып жазып алыңыздар. 5-ші жаттығудың жауабы true false бойынша осы болады. 6-ші жаттығудың жауабы бізде не істеу керек? Джиньян мен өзіңнің неңді салыстырып жазуың керек. Ол не істейді, жалпы сен не істейсің деген секілді. Тоқтатып жазып алыңыздар. Мынау Джиньяндікі. Ал мына жерде меде өзім кішігірім жазып қойдым. Енді осы жерде сіздерді басқаша болатын болса, сіздер басқаша жазасыздар. Иә болатын болса, yes деген секілді. I study gymnastics деген секілді. 7-ші жаттығудың жауабы тура солай сұрақ және сұраққа жауап ретінде жазылады. Мына жерде 1-ден 4-ге дейін, ал мына жерде 5-ден 7-ге дейінгі жауаптар осы болады. Осымен біздің сабақтарымыз аяқталды. 42-ден 44-ге дейінгі жаттығулар. Ары қарай жаттығуларды жалғастыратын боламыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет, сау болыңыздар. With you English with Sandra.